Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Біздің каналымыздың көптеген подписчиктердің сұрауы бойынша малды қалай бордақылауға болады дейді. Мен соны көрсетейін деп отырмын. Мен бордақы кезінде осындай әртүрлі жемістерді қостым, көкөністерді. Морков, алма, барлығы бар. Асқабақ астында. Жеміс аламыз, бидай. Қанша шашка бидай? 2 шашка. 2 шашка бидай қосыңыз. 2 килограмм ба? 2 килограмм. Таза бидай, құнарлы. Барлығын араластырып, бордақыдағы малымызға береміз. Бидайларыңыз неғұрлым ұсақ болса, соғұрлым сенімді болады, тартқан бидай. Себебі малдың артынан түсіп қалмайды осы бидай. Денесіне 100% сінеді. Ал мына әртүрлі көкөністеріміз малға қосымша дәрумендермен сенімді болып келеді. Үйде алма болсын, қандай жемістер бар. Жемістің қалдықтары, қабығы, картошка мысалы, асқабақ бәрін беруге болады. Осылай бордақылаймыз. Асқабақты кабачоктан да морков. Не зат болсын? Морков, бәрі не болсын. Алма, тыква. бәрі. Мына сиырымызға семірту үшін жай ғана жем беріп жатырмыз. Ал тағы бір сиырымызға жемге әртүрлі жемістерді араластырып беріп жатырмыз. Мына сиыр құр жем ғана жейді. Бұл екі түрлі эксперимент. Біреусін жеммен ғана бордақылаймыз, біреусін жемге әртүрлі көкөністерді араластырып бордақылаймыз. Мынау таза жем. Жас малдар көбінесе көкөністер жемейді. Сол себепті құр жеммен таза бордақылайды. Таза жем, ом сияқты. Мынау біздің бордақылап жатқан сиырымыз. Жас үлкен сиыр болғасын бордақылап жатырмыз. Пенсионер сиыр. Жемге өзі жүгіреді. Әрі қарай осы видеоны достар лайк басып, комментарийге жаза кетіңіздер. Осы сиырды енді бір айдан кейін результатын түсіретін болам, қалай семірген. Бұлай берсеңіздер сенімді болады. Ал жемді осынша мөлшерде берсеңіздер сиырларыңыз қайтып қалады. Ауырып қалуы мүмкін, сол себепті араластырып береміз. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Тағы да қандай видеолар керек?